Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге қаймақты соустың рецебін көрсететін боламын. Арнама қош келдіңіздер. Ең алдымен қаймақты ыдысымызға құйып алып, үстіне 2 сарымсақты осылай үкіштен өткізіп аласыздар. Одан кейін татымына қарай тұз, қара бұрыш, укроп, яғни ас көк қосамыз. Жақсылап араластырып, тоңазытқышқа қойып қоямыз. Бұл соусты кез келген балықты духовкада пісіріп алып, осы соуспен жесеңіздер болады. Кез келген картопты да духовкада пісіріп алып, осы қаймақты соуспен өте дәмді болып шығады. Барлықтарыңызға астарыңыз дәмді болсын.